Ислам Махачев 2022 жылдың қазанында арабтардың жерінде Абу-Даби қаласында UFC 280 турнирінде Чарльз Оливейраны жеңіп, жеңіл салмақтың UFC чемпионы атанған еді. Солай Ислам Абдулманап Нурмагомедов бастаған Хабиб Тим командасының қатарына кезекті чемпиондық поясты қосқан болатын. Соған орай бізге неше түрлі промоушенде чемпион атанған топ 5 ресейлік жауынгерлер жайлы сөз қозғайтын ой келді. Кезінде біз топ 5 қазақ жауынгерлер жайлы айтқан болатынбыз. Астыдағы сілтемеге өтіп қарап кетсеңіздер болады. Ал бүгін болса, көршілес Ресей елінен шыққан чемпиондар жайлы сөз қозғайтын боламыз. Бұл топ біздің ойымызша, яғни субъективті түрде жасалынған. Сондықтан егерде сіз біздің топымызбен келіспесеңіз, комментарийге өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Ал осы видео басталмас бұрын, міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпта видео шығарайық? Комментарийге жазып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Топымызды ашып отырған атаңызға айналған Федор Емельянканың шәкірті және де орынбасары Вадим Немков. Әлі күнге дейін чемпиондық поясын сақтап келе жатқан екі ресейлік жауынгерлердің бірі. Ұзақ уақыт бойы әлемдегі нөмірі 2 промоушен Беллатордың жартылай ауыр салмақтың доминантты чемпионы. Федор Емельянканың шәкірті Вадим 2020 жылы сол кездегі чемпион, ұстазын жеңген Райан Бейдерді нокаутпен ұтқан болатын. Солай Вадим Беллатордың ұйымдастырған гран-приінде өнер көрсетіп, финалға дейін жетті. Ақтық мәреде Вадим UFC топы Кори Андерсоннан басым түсе қалуына шамал қалды. Себебі жекпе-жекті толығымен жеңіліп қала жаздады. Алайда Кори Андерсонның тыйым салынған соққысының кесірінен олардың жекпе-жегі no contest, яғни болмаған деп жарияланды. Кейін Федор Емельянканың айтуы бойынша Вадим Немков жекпе-жекке қабырғасы мен омыртқасын жарақаттап шыққан еді. Сондықтан не күресе, не соққылар алмаса алмады. Содан соң Беллатор лигасы екінші жекпе-жекті жариялағанда Вадим Немков жарақаттарынан жазылып, Кори Андерсонды төрешілердің шешімімен жеңіп шықты. Кейін жұлдызды UFC жауынгері Йоэль Ромероны да төрешілердің шешімімен жеңіп, Беллатор лигасының басты жұлдыздарының біріне айналып келеді. Көбісінің айтуы бойынша Вадим Немков жақын уақытта UFC-ге ауысып, 3 жыл ішінде 5 чемпион ауысқан жартылай ауыр салмақта тұрақты чемпион атануы мүмкін. Келесі орында UFC тарихындағы 3-ші ресейлік чемпион Петр Ян. Жеңілдеу салмақтың жұлдызы 2019-2020 жылдары керемет күйге шығып чемпиондыққа қол жеткізген. 2018 жылдың соңында менеджері қазақ бауырымыз Саят Абдрахмановтың арқасында UFC-ге қосылып, рекордты 20 ай ішінде чемпион атанды. Қатарынан 6 жеңіске жеткен Петр Ян 2020 жылдың жазында атаңызға айналған Жозе Альдомен чемпиондық белбеу үшін төбелескен еді. Сол жекпе-жекте соңғы раундтың ортасында техникалық нокаутпен жеңіп, UFC-дің жеңілдеу салмағындағы чемпион атанды. Алайда кейін өзінің қателігімен Алджемейн Стерлингтің Оскар номинациясына ойнап берген актерлік шеберлігінің арқасында чемпиондығынан айырылып қалды. Содан реваншта төрешілердің шешімімен жеңіліп қалды. Кейін Шон Омеллиден төрешілердің түсініксіз шешімімен жеңіліс тапты. Соңғы жекпе-жегінде Петр Ян Мераб Двалишвилиден фаталды жеңіліс тапты. Бұл жекпе-жекте Петр өзіне ұқсамай бүкіл жекпе-жек бір жақты жүрді. Дәл қазір Петр Ян қатарынан 4 жеңіліс сериясында келе жатыр. Өзінің айтуы бойынша 2023 жылдың соңында октагонға қайта оралуды қарастырып жатыр. Сондықтан чемпиондық белбеуін қайтарып алуына сәттілік тілейміз. Топымыздың қола жүлдегерін Ислам Махачев алып отыр. 2022 жылдың қазан айында UFC 280 турнирінде Ислам қатарынан 10 жеңіске жетіп, сол кездегі чемпиондығынан айырылған. Қатарынан 12 жеңіс сериясында келе жатырған Чарльз Оливейрамен кездесті. Дағыстандық жауынгер өзінің ең үздік жекпе-жегін көрсетіп, Чарльз Оливейраны доминантты түрде жеңіп, UFC жеңіл салмағының чемпионы атанды. Абдулманап Нурмагомедовтың шәкірті Хабибтің орынбасары Ислам ең қауіпті жеңіл салмақтың жауынгерін екінші раундтың ортасында сабмишнмен жеңіп шықты. Кейін Ислам Махачев Pound for Pound рейтингін басқарып отырған жартылай жеңіл салмақтың чемпионы Александр Волконовскиймен кездесті. Сол жекпе-жекте Волконовский Махачевке ауыр шайқастардың бірін бергенімен, төрешілердің шешімімен Ислам Махачев жеңіске жеткен еді. Жекпе-жектен кейін біраз сұрақтар туындағанымен, жеңістің аты жеңіс, қандай болса да. Біраз уақыт бұрын тақырбас Дана Уайт Ислам Махачев пен Чарльз Оливейраны екінші жекпе-жегін ресми жариялаған болатын. Қалай ойлайсыздар? Ислам Махачев қайтадан жеңіске жете ме? Әлде Чарльз Оливейра кек алып, чемпиондық белбеуін қайтарып ала ма? Комментарийге жазып кетіңіздер. Топымыздың екінші орнында дағыстандық бүркіт Хабиб Нурмагомедов. Бірде-бір рет жеңіліп көрмеген, керемет 29-0 рекордына ие. 2019-2020 жылдардағы әлемдегі ең үздік MMA жауынгері және де Pound for Pound рейтингін басқарып отырды.
Хабиб Нурмагомедов Ресей елінен шыққан екінші UFC чемпионы. Хабиб Нурмагомедов өзінің доминантты төбелес тәсілінің арқасында әр жекпе-жекте бірде-бір рет қарсыласына мүмкіндік бермей танк секілді басып өтті. 2018 жылдың сәуір айында Хабиб американдық Эл Яквинтамен кездесіп, 5 раунд бойы қарсыласын ұрып соғып, мыжып, төрешілердің шешімімен жеңіске жетіп, жеңіл салмақтың чемпионы атанды. Кейін Хабиб өзінің басты қарсыласы Конор Макгрегорды 4-ші раундта қылғындыру тәсілімен жеңіп, чемпиондығын қорғап шықты. Содан Хабиб доминантты түрде Дастин Порье мен Джастин Гейджиді сабмишіндермен жеңді. Солай 2020 жылдың соңында Хабиб Нурмагомедов ресми түрде мансабын аяқтады. Дәл қазір Хабиб әкесінің жолын қуып, бапкерлік мансапты бастады. Оның қол астында әлі күнге дейін бірге келе жатырған достары мен бауырлары жаттық келе жатыр. Үздік лигалардың чемпионы, талантты проспекттер, болашақ чемпиондар және де мықты жауынгерлер. Бұдан басқа Хабиб өзінің Eagle Fight Championship атты промоушенін ашып, біраз мықты жауынгерлерді жинап алды. Сөзсіз, Хабиб өзінің бапкерлік жұмысын жақсы атқарып келе жатыр. 2022 жылдың жазында Хабиб Нурмагомедов UFC промоушенінің құрмет тақтасына алтын әріппен қосылды. Топымызды басқарып отырған атаңызға айналған соңғы император Федор Емельяненко. Мүмкін болашақта ең үздік ресейлік чемпион жайлы біраз сұрақтар туылуы мүмкін. Бәлкім бұл топқа жаңадан жауынгерлер қосылуы да мүмкін. Бірақ дәл қазір сөзсіз Федор Емельяненко ең үздік ресейлік жауынгер. Атаңызға айналған Pride промоушенінің батшалық дивизионы, яғни ауыр салмақтың чемпионы. 2000 жылдардың басында Pride лигасында біраз мықты жауынгерлер өнер көрсетіп жүрді. Солардың барлығын жеңіп, чемпион атағын 3 жыл бойы ұстаған Федор Емельяненко әлі күнге дейін сол кездегі хардкорлық жанкүйерлер үшін ең үздік жауынгер. Кейін промоушен жабылған кезде Федор Емельяненкодан ешкім чемпиондық белбеуді жеңіп ала алмады. Сол үшін Федорды барлығы соңғы император деп атап кетті. Кейін Федор Емельяненко Strike Force және де Bellator промоушенінде чемпиондық белбеуге қол жеткізді. Уақыт өте келе жасы келген Федор жеңіс пен жеңілісті қатар ұстап келді. Содан 2023 жылдың басында соңғы жекпе-жегін өткізіп, жауынгерлік мансабын аяқтаған болатын. Жеңілістерге қарамастан Федор Емельяненко бүкіл аралас жекпе-жек тарихындағы ең үздік жауынгерлердің бірі болып, мәңгі тарихта қалады. Дәл қазір Федор бапкерлік мансабын атқарып, өзінің шәкірттерін даярлауда. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпта видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат арнасы сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.